Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Анар. Бүгін қасиетті жұма күні осындай өте дәмді және тез 30 минутта дайындалатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Осы видеоның астында описаниеда мен толықтай рецепті қалдырдым, құрамын. Қараңыздар, бауырсақтарыңыз дәл осындай жұмсақ болып, өте дәмді болып пісіп шығатын болады. Осылай ысылай қаймақпен жесеңіздер өте дәмді. Олай болса, мен сіздерге ары қарай жасалу жолын көрсететін боламын. Құрамы өте қарапайым, барлық заттарды қазір біріктіретін боламыз. Ең бірінші біз қантымызды саламыз. Одан кейін жұмыртқамызды, бөлме температурасында тұрған жұмыртқаны саламыз. Одан кейін жылы суымызды және жылы сүтімізді міндетті түрде микроволновка салып жылытып алсаңыз болады. Өйткені осы сүт пен судың жылулығының арқасында біздің қамырымыз тез көтерілетін болады. Ашытқымызды салдық, тұзымызды салдық. Әрине, міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды саламыз. Електен өткізіп салыңыздар, сонда сіздің қамырыңыз үлпілдек болып, жақсы көтерілуіне де септігі тиеді. Ең басты ингредиент бұл жерде майонез қосып жатырмыз дәл қазір. Майонезде сіздің қамырыңыздың өте жақсы көтерілуіне бұл жерде көмектесетін болады. Осы көрсетілген ингредиенттердің барлығын салыңыздар. Описаниеда толық барлығы грамдарымен жазылған. Мінекей сұйық майымызды қостық. Одан кейін жайлап жақсылап араластырып алатын боламыз. Өйткені ішінде ашытқымыз жақсылап еріп кету үшін, тұзымыз жақсылап еру үшін жақсылап бір араластырып аламыз қасықпен. Одан кейін жаймендеп ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп салатын боламыз. Жақсылап араласуы қажет біздің қамырымыз. Ең бірінші осылай қасықпен көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін жайлап қолдың көмегіне жүгінетін боламыз. Қолмен араластырып, қолдың көмегіне жүгініп, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды аздан сеуіп, осылай жақсылап илейтін боламыз. Илегенде қатты болып кетпеу керек. Енді ыдысымызды алып, сұйық майымызды аздап қосып, жаңағы қамырымызды салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 30 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Осы 30 минуттың ішінде сізде қамырыңыз өте жақсы болып көтерілетін болады. Одан кейін енді бауырсағымызды дайындауға кірісеміз. Осылай қолымызбен алып, жақсылап жайып, қолымыздың көмегімен жайсаңыз болады. Болмаса оқтаудың көмегіне жүгінсеңіз болады. Қатты қалың болмау керек, жұқада болмау керек, орташа көлемде жайып шығамыз. Және де мен осындай стаканның көмегіне жүгіндім. Сонымен дөңгелектер жасадым. Сіз өз қалауыңызда 4-5 жасасаңыз да болады. Енді майымызды отқа қойып, қызып тұрған майға бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Мінекей мен пісіріп жатырмын. Майым кішкене қатты қызып кетті менде. Бауырсақтарым қараңыз қалай көтеріліп жатқан, өте әдемі болып, өте жақсы көтеріліп жатыр бауырсақтарым. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Бізде осындай өте әдемі бауырсақтар және дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.